Талдықорғанда онкологиялық орталық салынады. Емдеу мекемесі президент тапсырмасы аясында тұрғызылмақ. Ауқымды жобаны жүзеге асыру мақсатында Жетісу облысының әкімдігі, еліміздің денсаулық сақтау министрлігі мен Қазақмыс холдингі үш жақты өзара ынтымақтастық туралы меморандумға қол қойды. Меморандум бойынша орталық құрылысы биыл басталып 2027 жылы аяқталады. Сол кезде Талдықорғандық онкологтар 60 жыл бұрын салынған ескі ғимараттан жаңасына көшіріледі. Развитие онкологической службы. Онкологиялық аурулармен күрестің 2023-27 жылдарға арналған кешенді жоспары бар. Соның шеңберінде жаңа орталықты қажетті жоғары технологиялық медициналық қондырғы жабдықтармен қамтамасыз етуге әзірміз. Қазақмыс холдингі Жетісу облысында онкологиялық орталықпен қатар мыс өндіретін тау-кен байыту комбинатын салғалы жатыр. Ірі инвестициялық жоба аймақ экономикасының дамуына тың серпін бермек. Стоимость этого проекта. Алып жоба құны 1 триллион теңге, облыс бюджеті 400 миллиард екенін ескерсек, бұл мега құрылыс. Аталған жоба аясында компания өз қаражатына онкологиялық орталық салып беруге келісті. Осыған орай Эдуард Викторович, сізге ризашылығымды білдіремін. Мы, Казахмыс, в Казахстане. Біз Қазақмыс әлеуметтік бағыттағы компаниямыз, елімізде өз қаражатымызға салған нысандар көп. Биылда аймақтарды су алғанда президент ұсынысын қолдадық. 40 миллиард теңге бөлдік. Онкологиялық орталық салу мәселесінде директорлар кеңесінің мүшелері бір ауыздан құптады. Тау-кен байыту комбинаты мен медициналық мекеменің құрылысын қатар алып жүруге ұйғардық. Қатерлі ісікпен күрес мемлекеттік маңызға ие, себебі елімізде сырқаттанғандар саны артып келеді. Бір ғана Жетісу облысында 7 мыңға жуық адам обыр дертіне шалдыққан. Жаңа онкологиялық орталық науқастарға сапалы ем көрсетуге мүмкіндік береді. Шыңғыс Қалиден, Олжас Байбосынов, хабар, Жетісу облысынан.